Танысып қойыңыздар, бұл Боб, және бүгін бізге Боб ұшақ апатынан ұшақтан 10 000 метрден биіктіктен секіріп көрсетпекші. Парашютсіз. Батылдырақ Боб. Секір. Секір. Көріп тұрғандарыңыздай, еркін түсу жылдамдығы орташа есеппен 190 км сағатты құрайды. Азаптану уақыты, яғни жерге қону уақыты 3 минут. Қуаныштың ба, Боб? Енді 10 000 метр қашықтықта Бобтың кішігірім оттек жетіспеушілігі байқалып, одан ең алдымен дефицит, одан кейін талып қалады. Сондықтан да Бобтың құлауы кірпішке ұқсайды. 1 минут 20 секунд өткенде ол 6500 биіктікте болуы қажет. Ол өз қалпына келіп, атмосфера қабаттарында болады, еркін демалатын жерінде. Бірақ тірі қалуды ұзарту үшін Бобтың не істей алады? Біріншіден, ол әртүрлі қалдықтардан ұстанып, егер Бобтың қолынан келсе, ас үй заттарынан бір нәрсе құрастырып, аман қалу ықтималдығын жоғары болады. Екіншіден, қайда құлау керектігін таңдауы қажет. Ең қауіпті бет бұл бетон, айыр, бір қызығы су. Өйткені ол да бетон секілді іс жүзінде сығылмайды. Сондықтан да ең дұрыс шешімі бұл қар, пішен немесе мата фабрикасы. Және соңғысы, аяқ қолды кеңге жайып, басы жоғары лақтырып, иығыңызды түзеп босаңсыңыз. 3, 2, 1. Міне біз қондық. Бобтың сәті түсумен құттықтаймыз ба? Боб. Ей, Боб. Боб. Роликті достарыңа көрсет, каналға тіркел, егер Бобқа жасалған келесі эксперименттерді көргің келсе. Боб. Боб, бәрі жақсы ма?